Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пахлаваның рецептімен бөлісемін. Жұмыртқаның 6 дана сарысын аламыз. Жарты кесе айранға ас содасын салып, жақсылап араластырып, жаңағы жұмыртқаның сарысына қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үккіштен маргаринді үгітіп аламыз. Оған ұн қосамыз. Сөйтіп жақсылап қамыр илеп шығамыз. Осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бірінші бөлігін жайып шығамыз. Оны формаға салып, бетін шанышқымен тесіп шығамыз. Осы қамырды пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп шығарамыз. Жұмыртқаның 6 дана ағын жақсылап миксермен араластырамыз. Оған қант қосып, оны қантымыз езілгенше әбден әппақ безе болғанша дейін араластырып шығамыз. Енді жаңғақты пышақпен тегістеп бөліп шығамыз. Жаңғақ пен мейізді осы дайын болған безеге салып, оны барлығын жақсылап араластырамыз. Бірінші қамырымыз дайын болды, оны суытып қоямыз. Қамырдың екінші бөлігін оқтаумен жайып шығамыз. Формаға пергамент қағазын қойып, оның бетіне жаңағы қамырымызды жайып шығамыз. Жаңағы дайын болған безенің жартысын салып, бетіне жайып шығамыз. Оның үстіне піскен қамырды қоямыз. Оның бетіне жаңағы безенің қалған жарты бөлігін салып шығамыз. Қамырымыздың үшінші бөлігін оқтаумен жайып аламыз. Оны форманың бетіне бір келкі ғып тегістеп қойып шығамыз. Жан жағын қысып шығамыз. Осы пахлавамызды 30 шаршыға бөлеміз. Оның бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Әрбір шаршыға бір-бір жаңғақтан қойып шығамыз. Пахлава пеште 180 градуста 30 минутте піседі. Дайын болған пахлаваның бетіне балды жағып шығамыз. Біздің пахлавамыз өте жұмсақ және әрі оңай дайындалады. Дәмі өте керемет. Менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар. Рахмет.